Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және қамыр жұмсақ болып үгітіліп тұратын сүзбелі бәліш дайындаймыз. Алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарамыз және екінші жұмыртқаның ағын қосып, сарысын бөлек алып қоямыз. Оны кейін бетіне жағамыз және қант ұнтағын себеміз. Егер қант ұнтағы болмаған жағдайда қант сепсеңіз болады, бірақ қамырдың жұмсақ болуы, үгітіліп тұруы осы қант ұнтағына байланысты. Үстінен сармай мен 20% қаймақты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнымызды 2-3-ке бөліп саламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Оның үстінен 1,5 шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, осы қамырымызды үстіне сеуіп, жақсылап жұмсақ, эластичный қамыр шығарамыз. Мінекей менде жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бірі кішілеу, екіншісі сәл үлкендеу. Екеуін пакетикке салып 15 минутқа қоя тұрамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Мендегі форманың размері 23-28. Осыған фольганы жақсылап кигіздім. Жылжып кетпеу үшін жақсылап жан-жағын қаттырақ басып, нығыздап қойдым. Енді осыны табанымыздың үстіне қойып, ішінен қамырымызды салып пісіре береміз. Енді үлкен бөлік қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз. Жұқа етіп жайып алған соң, дайындап алған форманың ішіне жайғастырамыз. Форманың жан-жағын майлап алдым. Астын майлаудың қажеті жоқ, өйткені фольганы төседік. Фольгаға ештеңе жабыспайды. Қамырымызды осының ішіне жақсылап жайып, тегіс етіп, жан-жағына бортик шығарып, тегіс қылып жаямыз. Сол кезде пирогымыз піскен кезде ол әдемі және бір тегіс болып көрініп тұрады. Видеода қалай жасап жатқаным барлығы түсінікті деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді пікірге, сұрақ арқылы қойып кетсеңіздер болады. Пышақтың көмегімен немесе осындай домалақ кескішпен бірді етіп кесіп, жан-жағын тегістеп аламыз. Мінекей. Енді ортасы көтеріліп кетпес үшін осылай вилкамен, шанышқымен бір-бір түйреп алдым. Енді салмасын дайындаймыз. 500 грамм сүзбеге қантымыз салып, 2 жұмыртқа жақсылап араластырамыз. 1,5 ас қасық қаймақты, менде қаймақ 20%-дық, 20-25%-дық қаймақтарды қолдансаңыз болады. Содан кейін біркелкі қалыпқа ену үшін осылай блендермен немесе миксердің көмегімен де естеңіз болады. Салмамыз дайын. Енді үстіңгі қамыр, яғни кіші қамырымды шығарып, оны да жұқалап жайып аламыз. Содан кейін олардан жолақтар жасаймыз. Менде осындай ерек-ерек етіп сызатын пышақ бар. Жай пышақпен кессеңіздер де болады. Ирекпен кесіп бетіне қойсаңыз, жолақ қылып әдемі көрінеді. Бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай араларын ажыратып қойдым. Пирогтың салмасын бетіне творогын біркелкі салып, жаңағы кесіп алған жолақтарымызды бетіне орналастырып шығамыз. Құрметті оқырмандарым, егер сіздер менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіз, өйткені алда әлі көптеген пайдалы рецепттер шығатын болады. Осы уақытта пештің градусын барынша қойып, қатты қыздырып аламыз. Бетіне жолақтарымызды орналастырып болған соң, жан-жағын тегістеп, үстіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын
жағып шығамыз. Пешіміз қатты қызған уақытта пирогымызды салып 180 градусқа төмендетіп 45 минут пісіріп аламыз. Пирог піскеннен кейін 20 минуттай пештің ішінен шығармай суытамыз. Одан кейін сыртқа шығарып 1 сағаттай суытып, суыған соң формасынан алып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып алған жақсы болады. Яғни кескенде арасы үгітілмей әдемі кесіледі. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіз.